Ассаламу алейкум. Рамазан айы құтты болсын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін оразаның бірінші күніне арналған менюді қабыл алыңыздар. Ең алдымен сусынымызды дайындап қоямыз. Бұл каркададан жасалған дәмді табиғи шырын және шипалық қасиеті бар. Және жүйкені тыныштандыратын сусын болып та табылады. Міне каркада деген осы, қараңыздар, дүкендерде, яғни супермаркеттерде, базарларда сатылады. Енді осыдан 2 уыс алсаңыздар жетеді. Осының үстіне су құйып отқа қоямыз. Отта қайнағанын күтеміз. Қайнап шыққан соң, осылай бұрқырап қайнап шыққанда бір 30 секундтай ғана қайнатамыз. Оттан алып, суыған күтеміз, немесе жылығанын күтеміз. Не қараңыздар, менде толықтай қазір суық болып тұр, каркада қара қойы болып тұр, көрдіңіздер ме? Енді біз бұдан кешкілікке бір ішкенге ғана жететін осындай 1,5 литрлік кувшинге дайындап аламыз. Жалбыз қостым, яғни мята қоспасаңыз да болады, ал лимонды міндетті түрде қосыңыз. Менде 1,5 литрлікке дайындайтын болғандықтан оған 3-4 тілігі ғана жетеді. Егер де көп 10 литрлікке алдын ала дайындап қойғыңыз келсе, онда 1 лимонды бүтіндей қосасыз, жаңағыдай кесіп. Енді осының үстіне бір бокалдай шамамен 100-120 мл шығады. Осыны сито арқылы өткізіп құямыз. Артық қалдықтардың барлығы осы ситода қалады. Енді құмшекер қосамыз. Мен 4 ас қасық қостым. Жалпы тәтті болу-болмау өз еркіңізге байланысты. Одан кейін үстіне фильтрден өткізілген бөлме температурасындағы суды құйыңыз. Таза су болсын және кішкене араластырып жеріңізде. Жылы күйінде ішсеңіз болады, немесе тоңазытқышқа сақтап қойыңыз, күндіз істеп кешке қарай ішетін, ауыз ашатын кезде. Ал қалған тұнбаны холодильникке сақтап қойыңыз, күнделікті жасап жүресіз. Ал енді ауыз ашып болғаннан кейін, тамақтанып болғаннан кейін бір тәтті нәрсемен шай ішкіміз келеді ғой. Сол кезде осы бір таптырмайтын өте жақсы зебра пирогының рецептісін ұсынғым келеді. Осылай бір жасағаннан шығады. Мұны да күндізгі уақытта дайындап қойыңыз. Өзінің жұмсақтығын, балғындығын кешкеге дейін беймарал сақтап тұрады. Алдымен 3 жұмыртқаны миксерлеп бастаймыз. Жұмыртқа көпіріп бастап жатқан кезде осылай үстіне құмшекерді қосып миксерлейміз. Құмшекерді 2-3 бөлікке бөліп қоссаңыз, еруіне ыңғайлы болады. Осылай аппақ болып өзінің көлемін үлкейткен кезде үстіне жұмсақ сармайды қосамыз. Міне осындай бөлме температурасында болады, немесе микроволновкада ертіп алсаңыз болады. Сосын айранға сода қосып алып, араластырып аламыз. Көпіршіп бастайды, қараңыздар. Содамен әрекетке түсіп көпіршіп бастайды. Осын енді жұмыртқалы массамызға қосамыз. Және бір қалыпты масса болғанша миксерлейміз, шамамен 15 секундтай. Әрі қарай разрыхительді, яғни қопсызғышты ұнымызға қосып, әуелі осының ішінде ыдыстың өзінде араластырып аламыз және електің көмегінен өткіземіз. Енді миксер қажет емес, венчиктің көмегімен араластырамыз. Ұнды кемі 3 бөліп қосу керек. Барлығын бірден қосып жіберсеңіз, арасындағы іртіктерді жазу қиын болады да, ұзақ қозғалып кетеді. Ал пирогты жасағанда көп қатты араластыра беруге болмайды. Әйтпесе біз массамызды басып алуымыз мүмкін. Бізде осындай қатты қою емес масса шығады. Бұны теңге 2 бөлікке бөлеміз де, біріне какаоны қосып араластырып аламыз. Енді пирог пісіретін ыдысымызды дайындап аламыз. Еш жерін майламаймыз. Менде осындай темірді кольцо бар. Осыны астына фольгамен орап қойдым да, табанның үстіне қойып қойдым. Енді ақ қамырынан, сосын шоколадты қамырынан бір қасықтан үстіне, бір-бірінің үстіне салып шығамыз. Осы кезде пешіңізді қыздырып қойыңыз. 180 градуста 30-35 минутта пісіреміз.
Осылай әдем болып көтеріліп дайын болады. Піскенін таяқшамен тексеріп алыңыз. Құрғақ таза болып шығу керек. Және осы қалпының өзінде тұра берсін. Ыдысында толықтай суығанды күтеңіз. Тек жылы немесе суығаннан кейін ғана ыдысынан шешіңіз. Айтпақшы достар, каналыма тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Себебі 30 күндегі оразаға 30 түрлі меню ұсынамын. Күнделікті рецептерді шығарып отырамын. Оразаның бірінші күні болғандықтан бастапқы кезде қиын болады, ауыр болады. Сондықтан кішкене тойымды қою осы манты тағамын ұсынамын. Қамыры үшін жұмыртқа, су, тұз салып, тұзы ерігенше кішкене араластырып аламыз. Ұн қосып, орташа қамыр илейміз. Тым қатты немесе тым жұмсақ болмауы керек. Қамырдың июі қанғанша жақсылап созғылап илеңіз. Сонда сіздер эластичный өте әдем қамыр болады. Ол жайғанда да ыңғайлы туысады. Енді осы қамырымызды екіге бөліп суалақ жасаймыз. Яғни дөңгелек пішінге келтіріп түйіп аламыз. Салмасын дайындап алғанша бетін жауып демалдыруға қойыңыз. Жұмсарып, жайғанға да ыңғайлы болып қалады. Мен салмасы үшін қарапайым пияз, картоп және тартылған етті пайдаланамын. Барлығын ұсақтап тураймыз. Пиязды көбірек болған жақсы. Сонда сіздердің мантылеріңіз сочный, сондай дәмді болып шығады. Мен пияздың өте көп қосамын және ұсақтап майдалап тураймыз. Картопты да дәл солай өте майда кубик етіп тураймыз. Дәмдеуіштерден қара бұрыш, тұз және зірені пайдаланамын. Арғарайғы процесс: қамырды жаямыз дөңгелек етіп және 4 бұрышты етіп кесеміз. Қатты ұн себудің қажеті жоқ. Егерде жаңағыдай ұны көп болып кетсе, манты түйген кезде бір-бірінен ажырап кетуі ықтимал. Сондықтан соңына келген кезде аса көп ұнды сеппеңіздер. Енді мант қазаның табаларын бірінші майлап алыңыз, жақсылап. Одан кейін түйетінің алдында салмасына дайындап қойған сұйық май қосып жіберіңіз. Сонда сізде қатты құрғақ болып шықпайды. Себебі мынау пиязымыздың сөлі бөлініп астына су шығып кетеді ғой. Ал сұйық май қосып жіберсеңіз, мантылеріңіз құрғақ болмай әдем дәмді болып шығады. Қайнап тұрған суға қоямыз. От әрдайым жоғары тұрады және 40-45 минуттарда тағамымыз пісіп шығады.
бетіне тағамыз пісіп шықты. Мен тағы бір өзім бір әдісімен бөліскім келеді. Осылай ыстықтай болып тұрған кезінде бетіне сармай бар ғой, қолдың сармайы немесе өздеріңіз үйде күнделікті қолданатын сармайды бетіне жағып шығамыз. Сонда жылтырап адамның тәбетін ашып тұрады. Тағамның қасына жеңіл салат ұсыныңыз. Осындай дәруменге бай редиска, көк шөптер пайдаланыңыз. Осылай редисканы жуып тазалап, ұсақтап турап шығамыз. Укроп және көк пиязды да ұсақтап тураңыз. Енді үстіне айран және дәм беру үшін аздап тұз қосып араластырып жіберіңіз. Бұл салатқа бар жоғы 3-4 минутыңызды ғана жоғалтасыз. Және өте пайдалы, ешқандай химикатсыз. Құрметті көрермендер, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Қою тағаммен басысақ та, оразаның соңына дейін жеңіл салаттарды, жеңіл тағамдарды дайындап, организмімізді, асқазанымызды ретке келтіретін боламыз. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Сіздермен бірге болған Үрбіш Әмірқызы.